Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін түрім кіріп қалды, боянып, өз-өзіме келіп алдым. Қазір деген өзімнің достарымның сұрыстарын көріп жатырмын ғой. Кезінде бізде выпускаларға келуші едік дегенде, андай іште сенімсіздік болады, типа, мә саған біздің выпуска ма дегенде ше, мен босандым ба, мен ана атандым ба деген сондай бір күшті чувстволар оянып жатыр. Достарымыздың бәрі Хамон мен Диананың выпускасына бара жатыр деген сайын көңіл күй деген вообще көтеріліп кетті. Мен боянып үлгерем дегенше мың жылаған шығар ортасында. Неше рет перерыв бердік деймін да. Бұйырса енді аман есен үйге шығып алайықшы. Пансияда жата беріп кішкене шаршап қалғанымыз бар. Үйге шығып күшіне керек. Ал достар, біз үйге шықтық. Енді қазір мына жақта бізде екі мама Бопайшыға қарап отыр. Өзім мама мен енем, мына жақта жеңгем ауылдан келіп. Мына қараңыздаршы, үйде гүлдер толып жатыр. Еще тағы да машинада гүлдер бар басқа жақта. Сөзден қойсан деп қойған. Ал келдік, Диана бар бүгін выписка. Жаным, қалайсың Диана? Өз-өзіне келіп, жақсы оқып қалдың, Үйге шығам деп жазып қалдық. Шүкір әйтеуір аман есен босанып, енді үйге шығайын деп жатыр, Құдай қаласа. Бүгін Пупаны жатыр еді шүрчек. Есімін мен білем, бірақ өздері азын шақырып қойып, потом сіздерге айтады. Мен топас сториске салып жүрген. Қойш? Моментально удалить етіп үлгердім, бірақ он жақтадан біліп алдым. Қойш? Ничего. Күшті енді есім енді бұйырса. Енді сау болып, атына зат сай болып, өсе берсін, батыр болсын, бастысы. Жаным сол Хамоға ұқсайды. Мен білмеймін Хамо, бірақ Диана қалай бір жерлер келетін сияқты. Басында сапақты қойсың. Басында сондай болады ғой. Сол Дианочка қазір дайындалады. Соның қасына келіп, кішкене отыра тұрайын деген ғой. Балапанға қарап, ана жерге қойып қойын. Қызықтармен бөлісеміз, енді Құдай қаласа. Жаным. Тәй. Өзім білмеймін, кішкентайларға махаббат уже больше ашылып кеткен ғой. Аман болсын бастысы.
Әкесі құтты болсын. Құтты болсын. Бау берік болсын. Қалыс қалады әте. Бау берік болсын немереңіздің. Құтты болсын немереңіз. Жана. Құтты болсын жана. Біз күтіп отырып қалып қалғанбыз ғой бәрінен. Тамақшып отырғанбыз ғой. Қалайсың? Привет. Өзденім. Қайтпайды дейсің ғой тәт. Атауы жағдайымыз өсіп түсіп кетті. Жаңа туған келінді төрге шығарып, солда жегіз. Қарайма дегенім. Баптап басып Баптап, я сөйтіп мен деген бүйтіп андай. Как королева сияқты, не дема дегенім. Золушка сияқты служанка болу. Или жежек келіндердің өмірі осындай ма негізі? Ая тұрмысқа шықпаймын десе. Бұл естелік, иә? Батыр ана да аман есен шықты. Наконец-то Молодец. тудым. Туды. Бейді. Давай, родной. Осылай ғой. Жоғысты болсын, Толсын. Нұрдәулет. Главный бар ғой. Нұрдәулет екі дүниеге келді деп бізде барайық артыңыздан. Гүлдерімізді көтеріп, қуанышымызға ортақ болып. Рахмет үлкен. Мына жақта жатыр батырымыз. Көрмейді түрі. Көрмей ма? Көрмейді. Көрініп қалып жүрмесін. Батырымыз жатыр, тифай, айнымаған атасы. Хамон тайтпайып, жанан тайтпайым. Екеуі де маған ренжімесін. Атасы өш. Дегенде маған итаке ешкім ұқсатқан жоқ. Сой. Ұқсатқан жоқ. Біреу бір Яқта гүл шоқтары деген, ойбой. Естіп кеп қалды хамон, паджалам жүр. Ол енді ар беріп бір, әлі непонятный болып жүрген сияқты ол. Әке болып енді жүгіріп жүрген ой енді деп ше. Ақ шіркін, тфай. Главный денсаулығы мықты болсын. Ең бастысы сол. Бесмілда. Ашпаңдар. Ашпа. Самал болады оған. Бесмілда.
Баршаңызға қайырлы түн, достар. Бұйыртса енді стористарды жібермей қарап отырыңыздар, өйткені ертең азанда үйге имамды шақыртамыз және де батырымыздың атын қоямыз дегенде қалай болады, тағы кімдер келеді, барлығын ертең пост арқылы, сторис арқылы салатын боламыз. Сондықтан да стористерді жібермей отырыңыздар және